Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз қалай? Сіздерді бүгінгі супермарафон 8-ші марафонға келгендеріңізбен құттықтаймын. Қош келдіңіздер деп айтамын. Сіздерден ең бірінші сұрайтыным, осы уақытқа дейін сабырлықпен күткендеріңізге көптен көп рахмет. Сіздерге Алла разы болсын. Және де шын ниетіммен, шын көңілмен айтам, алдағы уақытта сіздерге өте жақсы білім беремін деген сондай настрой бар. Және сіздер сол білімді жақсы қабылдауға, жақсы ниетпен, жақсы настроймен келдіңіздер деген үміт бар. Енді марафонымыз біздің 20-шы қыркүйек күні басталып, 30-шы қыркүйек күні аяқталу қажет болған. Енді күндерді санаған кезінде біздің негізгі марафонымыз сол күйі 10 күн бойы жалғасатын болады. Сондықтан еш уайымсыз, ешқандай марафоннан қалып қалмайсыздар. Алда тек қана сіздерден сұрайтыным, жақсы ниетпен менің айтқан барлық сөздерімді жақсылап тұрып тыңдап, керек жерлердің барлығын қолдарыңызға қалам алып, блокноттарыңызға жазып алыңыздар деп өтінем. Өйткені дәл қазір сіздер бұны білетін сияқты көрінгенмен, алдағы уақытта өздеріңіз марафон бітіп, өз практика жүздеріңізде өмір бойы бұны қолданатын болғандықтан, алдағы уақытта ұмытып қалатын нәрселеріңіз бар. Сол кезде блокнотыңызды ашып жіберіп қарап, есіңізге түсіресіз. Уже сол кезде көз алдыңызға болған марафонның барлығы, білімнің барлығы көз алдыңызға келетін болады. Енді сіздерге осы марафонда ең бірінші айтқым келетіні, сіздер дұрыс таңдау жасадыңыздар. Яғни тек қана уақыттарыңызды осы инстаграмда белгілі бір жұлдыздарды, немесе тағы да бір блогерлердің посттарын, немесе стористерін ғана көріп отырмай, осы марафонға өздеріңізге инстаграм арқылы өздеріңізге белгілі бір инстаграмның пайдасын алуға келгендеріңізге сіздерге ризамын, және де рахметімді айтамын, және де дұрыс таңдау жасадыңыздар. Өйткені осы уақытқа дейін менің 7 марафоным өтті. 7 марафоннан 80-нен астам және 100-ге жуық менің шәкірттерім ұшып түлеп ұшты осы жерден, және де олар қазіргі таңда өз бизнестерімен жұмыс жасап жатқандар болды. Менде марафонға қатысып жатқанда, немесе енді бастап жатқан кісілер болды. Әртүрлі салада, сетевой немесе интернет-магазин деген сияқты әртүрлі салада жұмыс жасап жүргендер осы марафонға қатысып, арғарата жұмыстарын жалғастырып, жаңа деңгейде жұмыс жасап жатыр. Дәл қазір өзіммен 90% марафоншы қыздарым араласып, сөйлесіп тұрамыз. Алдағы уақытта сіздермен де тура сондай қарым-қатынас болады деген ниеттемін. Яғни айтпағым, осы марафонда маған ренжіп кеткен қазіргі таңда ешкім болған жоқ, алдағы уақытта да болмай қойсын деп тілеймін. Одан кейін марафонда тек қана мен өзімнің осы уақытқа дейін оқыған, яғни осы SMM Instagram саласы бойынша мен қазіргі таңда өзімнің білімімді шыңдап жатырмын. Белгілі бір курстарға, қазақ SMM-дердің курстарын, орыстардың деген сияқты сондай курстармен өзімді жетілдіріп жатырмын, жетілдіру үстіндемін. Және де сол каждый жетілдірген сайын мен өзімнің марафоншы қыздарыма сол өзімнің білген білімнің барлығын сіздерге бере отыра, өзімнің осы уақытқа дейінгі 3 жылдық тәжірибеммен бөлісемін. Яғни ол дегеніміз, осы инстаграмда мен уже 3 жылға жуық уақыт инстаграм арқылы таза үйде отырып ақша тауып отырмын. Сол ақша тапқанымды сіздермен бөлісетін боламын. Және де сапа мен сауат жайлы айтқым келіп отыр. Бұл дегеніміз сапа, яғни бұл марафон сапалы, және де сіздер сондай сапалы білім алып шығасыздар деген үмітім бар. Және де сауат, өте сауатты, үнемі білімді арттырып отыратынымды айтам, және де сіздер сауатты білім алып шығасыздар деп айталамын. Және де сенім
ары қарата бұл сіздер осы тек қана осы марафонмен қалып қалмай, алдағы уақытта осы білімді пайдалана отыра өздеріңіздің бизнестеріңізді, яғни қандай салада жұмыс жасасаңыздар да өз бизнестеріңізді ары қарата алып жұмыс жасап кетесіздер деген сенімім бар. Енді сіздерге кішкене осы марафонды жүргізетін өзім жайлы қысқаша айтып кеткім келіп отыр. Яғни марафон авторы мен Гүлдария Ерболатқызы боламын. Менің негізгі парақшам ерекше келіншек деп аталады. Өздеріңіз қарап көрсеңіздер болады парақшамды. Дәл қазіргі таңда өкінішке орай парақшамды бір кісілер взломать еткісіліп алғысы келіп жатыр ма, немесе теневой банға түстім ба, өте бір жұмбақ нәрселер болып жатыр. Яғни мен көп адамға көрінбей қалдым, көп посттарым шықпай жатыр интересныйға, және де мен көптеген функцияларымды жұмыс жасата алмай жатырмын. Сондықтан дәл қазір өте сол инстаграммен жұмыс жасап жатырмын. Бұйыртса енді ол да бір Алланың сынағы болар деген үміттемін. Бәрі жақсы болып кетеді деп айтқым келеді. Енді мен өзім қысқаша өзім жайлы айтып кетейін, чтобы сіздер мен жайлы кішкене болса да ақпарат білу үшін. Неге? Өйткені сіздер кіммен жұмыс жасап жатсыздар, кімнен білім алуға келдіңіздер, соны білу үшін мені кішігірім болса да, сырттай болса да танығандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Мен осы инстаграм, жалпы осы инстаграм арқылы айтып кетейін. Инстаграм арқылы табыс тауып жатқаныма 3 жылдың көлемі болып қалды. Бірақ енді бүйтіп асып 3 жыл бойы керемет ақша тауып кеттім деп айтпаймын. Бірақ өзіме керек, өзіме тұшылық, яғни Алланың маған беру керек деген табысын тауып жатырмын. Яғни адал түрде өз еңбегіммен тауып жүрген кішігірім болса да ақшам бар. Осы инстаграмды 2016 жылдан бастап әртүрлі сала бойынша жүргізіп келе жатырмын, түрлі платформада. Менің тек қана бұл ерекше келіншек емес, жалпы басқа да парақшаларым болды. Яғни интернет дүкенге арналған парақшам болды, Корея косметикалармен айналысқан кезімде, немесе NL International компаниясын барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, сетевой маркетинг, сол сетевойда жұмыс жасаған кездегі парақшам болды. Және де ол арқылы бірнеше кәдімгідей жетістікке жеткен болатынмын, бірақ барлығы менің жаныма қатты жақын емес екенін түсінгеннен кейін мен дәл қазір фудблогер, яғни блогерлікті бастап жатырмын, және де осы блогерлікті дамытуда өзімнің қатты сүйіп жұмыс жасап жатқан нәрсем осы фудблогер. Негізгі мамандығым бұл медицина саласы, яғни Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетін білетін шығарсыздар. Сол жерде 5 жыл оқып тамамдағанмын, одан кейін 2 жыл университетте магистратурасын бітірдім. Дәл қазір мен декреттегі анамын, сондықтан тек қана осы біліммен тоқтап қалмай, осы инстаграм арқылы да табыс табуды қолға алып отырмын. Алдағы уақытта жұмысқа шыққан кездің өзінде де бұл инстаграм арқылы мен көптеген өзімнің ойлаған жоспарларым бар. Алла қаласа негізгі қосымша табысым ретінде инстаграм арқылы көптеген жетістікке жеткім келеді. Және де сіздерге соны тілеймін. Қазіргі таңда инстаграм өте дамып тұрған кезі, сондықтан соны пайдаланып алыңыздар. Инстаграм арқылы табыс табу деген өте қазір ауқымды болып жатыр, қызып тұрған кезі. Сол қызып тұрған кезінде сіздер соны пайдалануларыңыз қажет. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін еңбек ету керек. Еңбек ету керек. Инстаграмды кәдімгідей өздеріңіздің бір өмірлеріңіздің бір балаларыңыз секілді, немесе белгілі бір жұмысыңыз, кәсібіңіз секілді қабыл алып, инстаграммен жұмыс жасау керек. Оны күнделікті оған өзіңіздің еңбегіңізді берсеңіз, ол сізге қайтарады. Бұл просто так бүйтіп алып, пост сала салғаннан барлығы болатын нәрсе емес, уақытымен өзі еңбекпен келетін нәрсе. Енді қазіргі таңда көп адамдар инстаграм арқылы табыс табу дегенді дұрыс түсінбейді. Сол жайлы қысқаша айтып кетейін, может араларыңызда білмейтіндеріңіз де болуы мүмкін. Инстаграм подписчигіңіз көбейген сайын, немесе сіздің видеоңызды, немесе фотоңызды көп адам көріп, көп лайк басып, көп просмотр жинаған сайын сізге ақша түспейді, өкінішке орай. Инстаграм сізден ақша алмаса, ол сізге ақша бермейді. Бұл сөздің мағынасын былай түсініңіздер. Яғни сіз инстаграмға ақша салмай, ол сізге ақша алып келмейді. Ол қалай? Сіз
бір просмотрды көбейту үшін емес, жалпы инстаграмда сауатты жүргізу үшін осындай марафон болсын, бір блогерлерге жарнама жасату болсын, немесе таргет жарнамасын жасау арқылы, сіз кішкене болса да ақша салу арқылы сіз өзіңіздің клиентіңізді табасыз, сіз өзіңізге қажет тауарыңызды өткізесіз деген сияқты, ол сізге ақша алып келеді. Солай түсіну керек. Және де инстаграмда қалай айтып түсіндірсем болады. Инстаграм бұл тек қана былай адамдар көбейген сайын сізге просто так ауадан ақша бермейді. Яғни сіз еңбектенесіз, соған қарай сіздің, мысалға сетевоймен айналысатын болсаңыз, сіз командаңызға көптеген адамдарды табасыз, немесе бір интернет дүкеніңіз болса, өзіңіздің товарларыңызды өткізесіз деген сияқты, немесе жай ғана блогер болсаңыз, жарнама арқылы ақша табасыз деген сияқты. Бұның барлығын алдағы уақыттағы сабақтарды айтып түсіндіретін боламын. Жалпы енді қазір мен сіздерге жоспарды кішкене айтып кеткім келіп отыр. Қазіргі таңда мен Сабыржан Айрин отандық компанияның ресми серіктесі болып табыламын. Өзім блогермін және де сол компанияның серіктесімін. Енді дәл қазір сіздерге жоспарды айтып кетейін ауызша. Жоспар. Біз қазір бірінші күні парақша, логин, аватарка, нейминг, шапка деген шапкаға байланысты көптеген ақпараттарды білетін боламыз. Және де инстаграмның құпиясын, оның белсенділігі қандай, оқырманның түрі деген сияқтыларды білетін боламыз. Ары қаратағы күндері де айтып кетейін, нелерді оқитынымызды, нишамызды, өздеріңіздің нишаларыңызды анықтайсыздар, немесе уже нишаларыңыз болса, оны қалай өзіңіздікі екенін білетін боласыздар. Және де пост жазған кезінде оны абзацқа бөлу, неше түрлі телеграмның боттары бар, контент түрлері бар, контент план құруды, пост жазу, айда тәсілі деген сияқтылар бар, копирайтер, инстарайтер деген сияқтылар бар, соларды үйренетін боласыздар. Фото, видео контент, олардың түрлері, оларды қалай істеу қажет, сол жайлы, сторис, тікелей эфирді білесіздер, көптеген приложениялармен танысасыздар, пост жазу құпияларын білесіздер. Және де таргет жарнамасын үйренуге келген кісілерге таргет жарнамасын үйретемін. Және де жарнама, сату, жеке бренд, аудитория, жалпы инстадағы ақша дегендердің барлығын біліп шығатын боласыздар. Сондықтан күнделікті сіздерге айтатыным, белсенді түрде қандай сабақтар берем, барлығын отыйда көріп, барлығын жазып, тапсырмаларды орындап отыратын болсаңыздар, осы сабақ соңында, яғни марафонның соңында сіздерге белсенді адамдардың ішінде мен өзімнің сыйлығымды беретін боламын. Ары қарата кеттік. Енді инстаграм қалай өзгерді? Яғни қазіргі таңда инстаграм өте басқа. Күнделікті инстаграм өзгеріп отыр. Яғни өзінің белгілі бір жаңа функцияларын қосады, немесе тағы да бір функцияны алып тастайды деген сияқты инстаграм күннен күнге өзгеріп отырады. Алдағы уақытта да қандай нәрсе болатынын біз білмейміз. Соның өзінде де бірақ жақсы нәрсеге өзгереді деген сеніміміз бар. Яғни инстаграм трансформацияланды. Бұл дегеніміз біз мысалға кезінде осыдан 3 жыл бұрын, 4 жыл бұрын инстаграм жаңадан шыққан кезінде инстаграмға біз пост салып, астына мысалға бір досыңызбен түскен суретіңізді салып, оның астына досыммен деп жазып қойсаңыз, все, болды, жеткілікті болатын. Және де бір күніне 10-20 пост салатын кездеріміз болды. Как бұл біздің фотоальбом, видеоальбом сияқты қабылдадық та инстаграмда. Біз күнделікті сондай нәрселерді салып отырсақ, соған риза болып отырдық. Және де сіздің оқырманыңыз, мысалға 5000 оқырманыңыз бар болатын болса, сол 5000 оқырманның барлығы сіздің салған постыңызды көретін болған. Қазіргі таңда оны мүлдем көрмейді, яғни инстаграмның алгоритмі өзгерді деген сөз. Инстаграм трансформацияланды деп жатырмыз. Бұл дегеніміз қазіргі таңда көптеген боттар бар. Бот дегеніміз яғни адам істемейді, оны белгілі бір автоматты түрде құрал арқылы, бір программа арқылы жасалынатын нәрселерді боттар деп айтады. Мысалға бір көптеген өтірік бір
программа арқылы лайк қою деген сияқты, масс фоллоу, масс коммент деген сияқтылар Инстаграм басында пайда болған кезінде олар болмады. Қазіргі таңда сондай заттар өте көп. Бұл масс фоллоу дегеніміз бұл өтірік аккаунттар, яғни өлі аккаунт деп атаймыз ғой. Қазіргі таңда өздеріңіз білетін шығарсыздар, ашып қалсаңыздар Инстаграмда, ой, мен деген бір күннің ішінде 10 мың подписчик жинап берем, бүйтіп берем, сөйтіп берем деген сияқты нәрселер бар. Олар дегеніміз не? Олар дегеніміз өтірік боттарды жинап беру. Яғни ол бот дегеніміз программа арқылы жасалынған аккаунттар. Мысалы, Азербайжандар, индейстер деген сияқты көп деген бір парақшалар өте көп болады. Мысалы, подписчикте, бірақ олардың барлығы жүргізіп отқан адамдар емес, просто так программамен жасалынған нәрселер. Осындай нәрселер көбейіп кетті, және де масс коммент дегендер бар. Бұл масс лайкинг деген бар. Масс коммент дегеніміз бұл бағанағындай боттардың лайк басуы, комментария жазуы. Кейбір парақшаларға кіріп қарасаңыз, суреті жоқ, өтіріктен бір сандармен немесе басқаша әріппен индейстер, мысалға индейстің суреті бар, ішінде мүлдем бір-екі ақ суреті бар нәрселер комментария жазады, орыс тілінде болсын, басқа тілінде болсын комментария жазады. Бұлардың барлығы бот арқылы жасалынған комментариялар, және де тура сол сияқты бәленбай миллиондаған, бәленбай мыңдаған лайктарды да тура солай жасайды. Бұның барлығы яғни қазіргі таңда Инстаграмның күнделікті өзгеруіне септігін тигізіп жатыр. Қазір осы боттар пайда болу арқылы Инстаграм күнделікті өзінің ережесін қиындатып жатыр. Яғни, мысалға сіз постты лентаға салған кезіңізде, оны сіз қай уақытта салдыңыз, қазір соған да байланысты. Сіз мысалға оқырманыңызға байланысты болуы мүмкін, сіз постты сала салған кезінде кейбір оқырманыңызға көрінбеуіңіз мүмкін, немесе даже 90% оқырманыңызға мүлдем оқырмандарыңыз көрмеуі мүмкін. Сол арқылы сіз лайк аз жинайсыз, комментария аз жинап қалуыңыз мүмкін, немесе ол пост мүлдем лентаның ең соңғы жағына түсіп кетуі мүмкін. Мысалға, сіздің оқырмандарыңыз Инстаграмды ашып қалған кезінде сіздің неңіз емес, постыңыз емес, басқалардың посты тұрады да, ол сізге жеткенге дейін уже ол адам көрмеуі мүмкін. Сондықтан сіздің лентаңызда постыңыз төменге түскен сайын сіздің охватыңызға әсер етеді бұл нәрсе. Және де белгілі бір дұрыс емес уақытта салып қойыңыз мүмкін. Мысалы, отырып түнгі сағат 1-де, 2-де босадыңызда, алдыңызда сіз пост сала салдыңыз. Ол уақытта сіздің подписчиктеріңіз отыра ма мысалға? Отырмауы мүмкін, олар ұйықтап жатуы мүмкін. Ал олар ұйықтап жатқан кезде сіз пост салғаннан кейін оны кім көреді? Оны ешкім көрмейді. Оны ешкім көрмегеннен кейін сіздің басқа ол оқырмандарыңыздың өзінің тіркелген адамдар бар ғой, солар мысалға таңертеңгісін сағат 8-де салуы мүмкін, 12-де салуы мүмкін. Сол арқылы сіздің постыңыз ол оқырманның лентасында төменге түсіп кетеді дағыны. Сізді мүлдем көрмеуі мүмкін. Сондықтан пост салған кезінде міндетті түрде уақыт, сіздің оқырмандарыңыз көп көретін уақытқа сай салыну керек. Қазір осындай Инстаграмның бірнеше алгоритмдер бар. Оны алдағы уақытта тағы да толық айтып кететін боламыз. Және де гифтер. Қазіргі таңда өзіңіз білесіз, Елшін және Еркені білуіңіз мүмкін. Қазір өте көп қой, мысалы, Ерке Есмахан, жұлдыздар, мысалға, гифтер жүргізеді, бір конкурстар. Осындай менің демеушілеріме жазылсаңыз, тіркелсеңіз, сіз iPhone 10-ды немесе iPhone 11-ді ұтып аласыз, тек қана сол подписка тіркеліп шығыңыз деген сияқты конкурстар өте көп. Осы арқылы, мысалға, бір мысал келтірейін. Сіз сондай бір конкурсқа қатыстыңыз, сөйттіңізді, сіз ол конкурсқа не үшін қатысасыз? Ол бағанағы Елшін және Еркінің ойнатып жатқан iPhone 11-ін ұтып алу деген бір үмітпен қатысасыз. Сөйтесіз дағыны бағанағы демеушілеріне, 100 демеуші болса, 100 демеушінің бәріне жазылып шығасыз, потом уже конкурс аяқталады. Конкурс біткен кезінде сіз ұтып алсаңыз, ұтып алдыңыз, ұтып алмасаңыз, уже біткеннен кейін тұрасыз да бағанағы тіркеліп шыққан демеушілеріңізден отписка жасайсыз. Яғни сіз просто так уақытша ғана
подписка жасап шықтыңыз деген сөз, немесе сіздің тек қана сол конкурсқа арналған бір аккаунтыңыз болуы мүмкін. Сол арқылы сіз конкурсқа қатысасыз, постоянно сол тек қана конкурсқа арналған, сіз тіркелген адамдардың ешқайсысын бүйтіп күнде қарап отырмайсыз. Конкурс болған кезде ана сол аккаунтқа кіресіз да конкурсқа қатысып отырасыз дейсіз. Вот, көрдіңіз ба? Осы бағанағы гифке демеуші болған адамдардың оқырмандары, яғни өтірік оқырман жиналады. Яғни көп оны оқымайтын, керек етпейтін, немесе тек қана бір сыйлық үшін жазылған адамдар болғандықтан, ода не көп болады? Ода өлі аккаунттар көп болады. Көп қолданылмайтын, көп қарамайтын аккаунттар көбейген сайын охват төмендейді. Ал охват деген бұл сіздің охватыңыз жоғарылаған сайын алдағы уақытта пост салған кезінде жақсы просмотр болып, сіздің оқырманыңыз көп көріп, сізге жақсы ақша алып келуіне пайдасын тигізеді. Охват жайлы тоже толық ары қарата айтып түсіндіретін боламын. Контент көбейді қазіргі таңда. Контент дегеніміз не? Яғни сіздің конкуренттеріңіз Инстаграмда негізі қандай нәрсе болсын, ол бір-біріне конкурент болады. Яғни ол блогер болсын, ол бизнес аккаунт болсын, ол сетевоймен айналысын, ол интернет-магазин болсын. Яғни бұның барлығы сізге бұл конкурент болып табылады. Неге? Өйткені оны тоже алдағы уақытта дұрыстап сабақтың барысында түсіндіретін болам. Ал бірақ негізі бұның барлығы ақша тауып отқан адамдар болғаннан кейін бұл сізге конкурент болады. Және контенттің көбеюі дегеніміз, яғни қазіргі таңда сіз бір блогер болдыңыз, фудблогер болдық деп айтайық. Фудблогер болғаннан кейін қазіргі таңда өте көп фудблогерлер бар. Яғни сіздің именно сізге тіркеліп, сіздің оқырманыңыз сізді жақсы көріп қарайтын оқырман болу үшін сіз олардан ерекше болуыңыз керек. Сондықтан қазіргі таңда контенттің көбеюіне байланысты Инстаграмда оқырманыңызды өзіңізге сендіріп, постоянно сіз оқырманды алып қалу үшін өте қиын болып кетті. Ары қарата айтатын болсақ, Инстаграмның құпиясы. Сіздер менің даусыма мән бермеңіздер, өйткені мен ауырып отырмын кішкене, сондықтан біраз даусым өзгеріп отыр. Ары қарата, Инстаграмның құпиясы. Инстаграмның өте қатты бір керемет құпиясы жоқ. Яғни көбісі Инстаграмда бір белгілі бір құпия бар екен деп ойлайды. Бірақ ол деген бір керемет нәрсе емес. Бұл басты құпиясы, бұл парақшадағы белсенділік. Яғни парақшаңыз белсенді болған сайын бұл Инстаграмыңыз гүлдене түседі деген сөз. Ол тек қана ол өзіңіздің ғана белсенділігіңіз емес, сонымен қатар оқырмандарыңыздың белсенділігі. Ол қалай дейсіз? Мысалы, өзіңіздің белсенділігіңізге не жатады? Ол күнделікті сторис түсіру, күнделікті пост салып отыру, мүлдем бір күні салып, 10 күннен кейін салу деген әңгіме жоқ. Кәдімгідей бұны жұмыс ретінде алып, күнделікті осы жұмыс атқарып, контент планмен жұмыс жасап, оқырманыңызға бір пайдалы ақпарат беру. Және де сол ақпаратыңызға байланысты, сіздің күнделікті еңбектенгеніңізге байланысты оқырманыңыздың белсенділік танытуы. Яғни сіздің жазған күнделікті постыңызға лайк басып, пікірлерін білдіріп, керек нәрсе болса оны сақтап алу, сіздің сторизіңізді күнделікті қарап, сторизіңізге жауап беріп, сөйтіп отыру, бұл сіздің оқырмандарыңыздың белсенділігіне жатады. Яғни осы екеуі алып жүру, бұл Инстаграмның ең негізгі құпиясы. Яғни Инстаграмыңыз гүлдену үшін осыны ұмытпауларыңыз керек. Яғни белсенділік парақшадағы. Оған нелер жатады? Тоқтату, мен төрт кезеңге бөлдім. Бұл біріншісі тоқтату, назар аудару, терең ену, әрекет ету, дұрыс уақыт деген. Яғни ол қалай? Мысал, сіздерге бір былай айтайын, бір пост салдыңыз, ол постты сіздің бір классыңыздағы кім деп айтсақ болады, Айдос деген бір мырза көрді, және де жай ғана сіздің
класстасыңыз болғандықтан ол постқа просто так лайк басып кетуі мүмкін. Ой, мынау менің класстасым ғой деп лайк басады да ары қарата лентасын өткізе береді. Ал екіншісі сол айдостың жары, яғни ол сіздің посттарыңызды қызығып оқитын адам. Сондықтан айдос мырзаның жары бүйтіп өзінің лентасынан өткізіп келе жатты да сіздің постыңызға келді дағыны тоқтады. Яғни сіз оның назарын аудартуыңыз қажет осы уақытта. Яғни мысалға Айжан болсаңыз, мына Айжан не жазды екен деген сияқты ода назар туындау керек, ол тоқтау керек сізге. Сондықтан пост жазған кезінде ең бірінші сіздің фотоңыз немесе видеоңыз адамға назар аударту керек, және де ең алғашқы абзац, назар аудартатын абзац болу керек. Яғни адам бүйтіп көп ленталардың ішінде дәл сізге келіп тоқтап назар аудару керек. Сол арқылы бұл ахват деп жатырмыз, қазір ахваттың, лайктың, комментарияның көп болуы осы адамның ең бірінші сіздің постыңызға тоқтап назар аударуына байланысты. Сіздің оқырманыңыз сіздің постыңызда қаншалықты ұзақ уақыт қарайды, қаншалықты ұзақ уақыт сіздің постыңызды ұстап тұрады, соған байланысты сіздің ахватыңыз көбейеді. Яғни Инстаграмда арнайы боттар бар деп айттық, ол өзінің кәдімгі Инстаграмның ахватын көбейтіп, статистикасын көрсетіп отыратын, және де осы біреудің постын интересныйға шығарып беретін деген сияқты боттар бар. Сіздің постыңызға келеді де бір адам ұзақ уақыт кетіп тоқтап, ой деп сіздің жазғаныңыздың барлығын досконально соңына дейін оқып, ол постыңыз ұнағаннан кейін соңында пікір жазып, лайкын қойып, сізге немесе басқа біреуге керек болып қалады деп самолетик жасау арқылы сізде ұзақ уақыт отырғаннан кейін боттар, Инстаграмның боттар тұрады. Так, значит, бұл пост өте пайдалы, яғни адамдарға қызық болды. Сондықтан бұл постты мен көп адамға көрсетуім қажет деген мақсатпен ол постты интересныйға шығарады. Біз айтып жатамыз ғой, қазіргі таңда лайк тайм дегендер көп. Ойбай, ахват өсу керек, ойбай, интересныйға шығу керек деп жатамыз. Бұның барлығы дәл осы. Ұзақ лентаңызда тұрған постыңызды ұзақ уақыт кім көрген сайын, адам көбірек көрген сайын, сіздің постыңыз интересныйға шығады. Яғни ол интересныйға шығу деген тек қана сіздің оқырмандарыңыз емес, сонымен қатар басқа да сізді танымайтын, сізге жазылмаған адамдар сіздің постыңызды көреді. Яғни назар аудару, Одан кейін терең ену деген бар. Терең ену дегеніміз бұл сіздің постыңызды оқыған кезінде басындағы абзацты оқи салып, так, ары қарата бұл нәрсе қызық болып, ары қарай кіріп, оқып, соны досконально оқып, сіздің постыңыздың барлығын оқып шығу, содан бір белгілі бір эмоция алу, содан мысалға белгілі бір ақпарат алу, бұл терең ену болады. Одан кейін ол терең еніп, сіздің постыңыз ұнағанына байланысты ол сізге пікір қалдыруы мүмкін. Мысалға, сіз бала жайлы бір ақпарат айттыңыз. Ой, осы баланы 6 айдан кейін брокколи берсеңіз, балаңыз мынандай болады екен деген сияқты ақпарат айтсаңыз, немесе менің балам сондай да сондай істеген кезінде солай болған еді деген сияқты ақпарат айттыңыз. Ал ол бір ананың бір несіне, қалай айтуға, оның бір эмоциясын келтірді, ол эмоцияға берілді, сол арқылы сізге лайк басты, неңіз ұнағаннан кейін, одан кейін сізге комментария жазды, яғни сұрақ қою мүмкін, немесе сізбен келісу мүмкін деген сияқты, сөйтіп әрекет жасады. Біреуге самолетик жасау мүмкін, немесе сізге дайректке жазу мүмкін, белгілі бір товарыңыз болсын деп айтты. Мысалға, сіз киім сатасыз, баланың киімін сатасыз. Именно осы баладағы тамақ жеген кезінде былғанбайтын бір киім деп алайық, соны сатасыз. Сіз сол жайлы жазып бердіңіз, ол адамға ұнады, сол арқылы сізге комментария жазды, бағасын сұрады. Одан кейін келіп сіз мысалға, бар осы анау деген сияқты әңгіме айтқаннан кейін ол сізге жекеңізге шықты, мысалы WhatsApp-ыңызға шықты деген сияқты. Бұның барлығы әрекет ету. Және де соңғысы бұл
дұрыс уақыт, яғни қазіргі таңда сіз дұрыс уақыт таңдап өзіңіздің оқырманыңызға сай көп көретін уақытта, яғни прайм тайм деп атамыз ғой, сол уақытта салсаңыз, яғни көп адам көреді деген сөз. Ал оны сіз өзіңіздің статистикаңызға байланысты оқырманның қай уақытта көп отыратынын сол жерден біле аласыз. Бір апталықты көрсетіп береді, немесе оны статистиканы шығару үшін сіз әр пост салған сайын әртүрлі уақытта салып отыру арқылы білетін боласыз. Ал оны пост жазудың құпиялары сабағында толық айтып беретін боламын. Яғни түсінгендеріңіз бойынша инстаграмның құпиясы осы төртеуін алып жүретін болсаңыздар, пост жазған кезде осы төртеуі де істелінетін болса, осы негізде жүретін болсаңыздар, осы бағытпен жүретін болсаңыздар, сіздердің ақпараттарыңыз өсіп, алдағы уақытта постыңыз бір адамға пайда әкелінетініне сенімді болыңыздар. Мысал ретінде айтатын болсақ, қызық вечер, мысалға бір қонақ деген сияқты, немесе нашар вечерді алайық. Қызық вечер мен нашар вечер қалай? Мысал ретінде бір күні сіз бір үйіңізге қонақты шақырдыңыз. Қонақ шақырғаннан кейін ол қонаққа сіз ешқандай дайындалмай, просто так отыратын болсаңыз, ол адам сізге екінші келе ма? Ол адам екінші сізге келмейді, яғни келу мүмкін, келгеннің өзінде сізден ұялған үшін, просто так, немесе сіздің біреу жолдасыңыздан ұялған үшін деген сияқты келуі мүмкін, бірақ ол немен келеді? Через не хочу келеді. Немесе сіз келді, жарайды, бір адам келді, дым дайындық жоқ, дастарханыңызда ештеңе жоқ, ештеңе дайындамағансыз, келген кезінде сен жесең жедің, жемесең қойдың деген сияқты отыратын болсаңыз, ол адам екінші рет мүлдем келмей қоюы мүмкін, немесе келсе кішкене ғана отырып қайтып кетуі мүмкін. Дәл сол сияқты сіз егер де оқырмандарыңыз көп болған қаласаңыз, оқырман сізді сүйіп оқитын болған қаласаңыз, және де постоянно сіздің оқырманыңыз болуын қаласаңыз, яғни не істеуіңіз керек? Оған жағдай жасауыңыз керек. Ол жағдайды қалай жасайсыз? Бірінші оқырман сіздің парақшаңызға кіре салған кезде сіздің суретіңіз, аватаркаңыз, кірген кезде сіздің логиніңіз, шапкаңыз, одан кетсе актуальныңыз, одан төмен түссе постыңыз, лентаңыз, соның барлығы әдемі болу керек. Оқырмандарға пайда әкелетін, кіре салған кезінде ой деп кіргеннен кейін сізге ой, мына кісі маған керек адам екен деп жазылып, одан ары қарата сізді іздеп, каждый сіз бірдеңе пост шығарған сайын қуана сіздің постыңызды оқып, сіздің парақшаңыз кіріп отыратын болу үшін сіз соған әрекет жасауыңыз керек. Сіздің қонағыңыз, мысалы, үйге келген кезінде постоянно сіз шақырған сайын асығып, ой, мен осы Айжанның үйіне барғым келеді, мен кеттім Айжанның үйіне деп бүйтіп с удовольствием келіп, қонағыңызда отырып, көңіл күймен қызықты қылып, өзінің ойын айтып, сондай күліп, ойнап, сөйтіп отырып кету үшін не істеуіңіз керек? Сіз үйіңізді тап-таза қылып, жинап, әдемілеп, келуіне жағдай жасап, келген кезіне күліп қарсы алып, бағанағы ыстық тамағыңыз бар, тәттіңіз бар, тортыңыз бар, бәрін дайындап, сөйтіп отыруыңыз керек. Сол кезде ғана сіздің қонағыңыз келесі жол келер кезінде сондай жақсы көңіл күймен келетін болады. Тура сол сияқты сіздің оқырмандарыңыз сізге постоянно кіріп оқып, сіздің постоянно оқырманыңыз болып қалу үшін сіз оған жағдай жасауыңыз керек. Өте жақсы, сауатты жүргізуіңіз керек. Сол арқылы сіз оқырманыңызға жағатын боласыз. Бірақ бір ескеріп кететін нәрсе, ойбай оқырманға жағу керек екен деп өтірік жасанды түр жасамау керек. Шынайы болуыңыз қажет. Сіз қалай барсыз, солай көрсетсеңіз оқырманыңызға, сол кезінде оқырманыңыз сізге сенетін болады. Алдағы уақытта сіз оған не ұсынсаңыз да, ол сондай сенімді түрде сізді көрмесе де, былай қашықтан сізді күнделікті сторизден, посттан, сіздің жазғаныңызға байланысты сізді сырттай білу арқылы сізге сенімді түрде не ұсынсаңыз да сізден алатын болады. Соған біз әрекет жасауымыз керек.
ары қарата белсенділік жайлы айтайық. Бағана мен айтып жатырмын, охват өсу керек, оқырман болу керек, анау мынау деген сияқты әңгімені айтып жатырмыз. Қазіргі таңда көбісі ойбай, мен деген оқырманым көбейіп кетсе бітті, ақшаның астына түсіп кетемін, оқырман көбейген сайын менің клиентіме айналып кетеді деп соған тыпыршып, сол арқылы тек оқырман көбейтуге асығады. Бірақ мына нәрсені біліңіздер, оқырман белсенділігі, яғни сіздің оқырманыңыз көбейген сайын сіздің охватыңыз төмендей береді. Ол қалай? Яғни оқырман саны белсенділік пайыз азая береді. Бұл айтып отқан мысалға, сіздің оқырманыңыз 5.000 мен 10.000-ның арасында болса, ол оқырманның 10-20% ғана сізді көретін болады. Яғни сол мысалға 5.000-ның 10% немесе 20% көреді деген сөз. 10.000-нан белсенділік болады. Белсенді түрде сіздің постыңызды көріп, постоянно сіз оның лентасынан шығып отырасыз деген сөз. Бұл қалай айтуға болады? Бұл орташа көрсеткіші. Яғни 10.000-нан жоғары болатын болса, мысалға 5% ғана. 10.000, 20.000, 30.000 деп 100.000-ға дейін 5% белсенді болады. Одан кейінгі 100.000-нан жоғары болатын болса 3%, ал миллиондықтарда тек қана 1%. Яғни, мысалы, миллион оқырманы бар адамдардың, мысалға, бір 10.000 деген сияқты лайк болатын болса, кейбір адамдар айтады, ойбай, миллион оқырманы бар, неге бұда миллион лайк болмау керек, лайкі жоқ, немесе миллион просмотры жоқ деп жатады. Бұл дегеніміз, сіз алғашқы лентаңызға посталған кезіңізде оқырмандарыңыз тек қана миллион оқырманыңыз болатын болса, сол миллионның 1% ғана көреді. Осы 1% көргеннен кейін, сіздің бағанағы салған постыңыз жақсы, қызық болса, ол адам сіздің постыңызға тоқталып, оқып, до конца оқып, әрекет жасап, сізге коммент жазып, лайк басып деген сияқты әрекеттер жасайтын болса, назарын аударта алатын болсаңыз, осы 1% оқырман көргеннен кейін Инстаграм тұраттан, так, бұл нәрсе қызық екен дейді, ары қарата интересныйға шығарады. Интересныйға шығу арқылы бағанағы көрмей тұрған қалған пайыздағы оқырмандарыңыз көруі мүмкін, көбейеді, яғни, және де интересныйдағы басқа адамдар көреді. Мысалы, сіз Инстаграмыңызды ашып қалған кезінде поисқа кірсеңіз, айдаладағы сіз жазылмаған бір қалауымның адамдары, немесе бір Қайрат Нұртастың әйелі деген сияқты жүреді ғой. Бұл деген не? Яғни, олардың оқырмандары оның постына қызығып, оның постын оқып, оның постына комменттер жазып, лайк басқан үшін ол интересныйға шықты дағыны, ол сіздің интересныйда, яғни сіздің парақшаңызда жазылмасаңызда көрініп тұр. Яғни оны сізде көруіңіз мүмкін деген сөз. Значит, солай. Сол үшін өте қатты қызықпаңыздар оқырман санын көбейтуге. Бастысы 5.000 оқырманыңыз болса да, 10.000 оқырманыңыз болса да, сонымен жақсы жұмыс жасап, сол оқырманыңызды көрсетуге, сол оқырмандарыңызбен жұмыс жасауға тырысыңыздар. Ары қарата, сосын барып, бұйыртса өзі оқырмандарыңыз жазылып, 10.000, 20.000, 100.000 болып жатсаңыздар, ол өте жақсы. Бірақ 10.000 оқырманыңыз болып, 1000 немесе 100 лайкыңыз болса, оған өзіңізді кінәлап, айыптап, ойбай, мен деген дым дұрыс жұмыс жасап жатқан жоқпын, ешкімге қызық емеспін деген сияқты әңгімені ойламаңыз. Өйткені ол кәдімгі Инстаграмның өзінің жасап қойған нәрсесі. Яғни, осы бағанағы 10.000 оқырманың, 5.000 оқырманыңыздың 10-20% көріп сол лайк басса, бұл деген қалыпты нәрсе. Ары қарата, оқырманның түрлері өте көп. Яғни, бағанағы айтып кеткенімдей, оқырманды 100% қамту мүмкін емес. Және бұл сіздің кінәңіз емес, ол үшін сіз өзіңізді кінәлап, қиналып қажет жоқ. Ол өзі Инстаграмның сондай ережесі. Бірақ сіз егер де оқырмандарыңыз көп болып, олар көп сіздің постыңызды, жалпы сіздің көп көріп, охватыңызды көбейтіп, товарыңыз өткенін қалайтын болсаңыз, сіз оқырманның барлық түріне жағдай жасауыңыз керек. Мысалға айтайық, уақыты жоқтар. Яғни, уақыты жоқтар не істейді? Тек кіреді дағыны тез, мысалға, қалай айтсақ, жұмысқа кетіп бара жатыр да, немесе
сабаққа кетіп бара жатыр, арада бір светофорда қызыл жанған кезінде, тоқтаған кезінде инстаграмға кіреді дағыны тез қарайды да қайттан шығып кетеді. Сондай оқырмандарыңыз мүмкін мысалға болса, яғни ол оқырман сіздің кіре салған кезінде сіздің постыңыз көріп, сіздің постыңызға басқа посттарға кетіп қалмай тоқтауына әрекет жасау үшін бағанағы айтқаным, назар аударта білу керек, постыңызды қызық қылу керек. Сол арқылы сіз сол адам басқа посттарды көрмей тек қана сіздің постыңызға тоқтауға әрекет жасайсыз. Яғни уақыты жоқ адамдарға да сіз жағдай жасауыңыз керек. Одан кейін тек сторис қарайтын адамдар бар. Мысалы мен в основном тек сторис қарайтын адамдардың қатарына жатамын. Яғни менде мысалға көп уақытым жоқ, үйде мысалға бала емізіп жатқан кезінде немесе тағы да бір отырған кезімде инстаграмда ашамын адамдардың тек сторизін қарап шығамын. Олардың мен лентаны бітіп ақтарып отыратын адамдарға жатпаймын. Тек сториздерін көрем, кетемін. Одан кейін балам емізіп болғаннан кейін мысалға ары қарата жұмысымды жасаймын деген сияқты сторис ғана қарайтын адаммын. Сондықтан сіздің сторизіңіз қызық болу керек, адамды жаулап алатындай болу керек. Яғни мысалға мен өзімнің қарайтын бір 5 ары кетсе 10 оқырман бар, блогерлерім бар. Соларды мысалға мен қарап отырамын, соларды бірінші көремін, солардың стористерін толық көремін деген сияқты. Сол үшін сіз сторисіңіз өте қызық болу қажет. Ол жерде қаптап мысалға бір товарыңыз тұру қажет емес, тұрмау керек. Өзіңіздің бір өміріңіз, немесе өзіңіздің сөйлеп жатқаныңыз, өзіңіздің түріңіз, яғни адамға сіз өзіңізді көрсету арқылы адамды өзіңізге баурай аласыз. Сондықтан өзіңізді көрсету, немесе белгілі бір қызықты сторис арқылы ойыңызды айту, немесе бір қызықты жағдайды айту деген сияқты сторизді қызықты қылу керек. Және де мысалға пост көрмейтін адамдарға, мысалы сіз постта бір қызық әңгіме айттыңыз, немесе бір конкурс жарияладыңыз, немесе бір товарыңызды айттыңыз, жарнама жасадыңыз деп айтайық, и оны сіз сторизді ғана көретін адамдарды лентаны көруге шақыруыңыз керек. Оны қалай істейсіз? Оны сіз сторизде қызықты қылу арқылы жасайсыз. Мысалға сіз соңғы пост салдыңыз, ол жерде белгілі бір шапканы тоқып, сол шапканы салып қойдыңыз, немесе тюрбан тоқыдыңыз да, тюрбан тіктіңіз да, сол тюрбаны салып қойдыңыз. И тұрасыз да ол тюрбанды сториздегі адамдар да көру керек. Сторизді ғана көретін адамдар мүмкін көру керек. Сондықтан сіз сторизіңізге сол тюрбан айтасыз. Мысалға соңғы постыңызды саласыз сторизге, и тұрасыз да ғана сондай да сондай менің осы постымда қызық нәрсе, немесе сіз қалай осы тюрбан, осы менің ойым бұл идея қайдан шықты деп ойлайсыз? Бұл тюрбанның басқалардан ерекшелігі қандай білгіңіз келсе, соңғы сторизімді оқыңыз деген сияқты сторизге уже сіз бағыттайсыз. Сол арқылы через сторис сіздің лентаңызды көру мүмкін. Сондықтан сторис түсіру міндетті. Оны тағы да алдағы уақытта біле жатасыздар. Және де тек лента қарайтын адамдар бар. Сторизді мүлдем ашпайды, кіреді да, в основном көп үлкен кісілер мысалға сторис деген нәрсені ұқпайды, мысалға кіреді дағыны ленталарды бүйтіп жүргізіп қарап сөйтіп кететін адамдар бар. Сондықтан лентаны қарайтын адамдарға сіз сторизге шығаруыңыз керек. Бұлардың барлығы, бұл функциялардың барлығын орындау арқылы сіз охватыңызды көбейтіп, оқырмандарыңызды қызықтырасыз, жан-жақты боласыз. Сондықтан бүкіл тесік деп айтамыз, бүкіл тесіктің бәрінен шығу керек. Бұл бүкіл тесік дегеніміз не? Сторис, тікелей эфир, дайректке шығуы мүмкін, мысалға сізге лентаны қарау мүмкін. Мысалы сол тесіктердің барлығынан шығатын болсаңыз, сіз белсенді, сіздің оқырманыңыз белсенді болады деген сөз. Сондықтан бүкіл тесіктен шығып отыруға тырысу керек. Күнделікті бүкіл тесіктен шығып отыруыңыз қажет. Тырысу керек емес, вообще да қажет. Егер инстаграм арқылы табыс тауып, инстаграмды жүргізу ойыңызда бар болатын болса, осы тесіктің бәрінен шығуыңыз қажет. Енді лентаға салдыңыз бірдеңені, бағанағы тюрбанды салдыңыз, сосын барып оны тұрасыз дағыны, сізге лента сол тюрбанға заказ беру үшін, мысалға сіз сториске әр нәрсеңізді, лентаңызға әр нәрсені сала бермейсіз ғой, белгілі бір негізгі деген нәрсені саласыз, ал сторисге мысалға лентада көрсете алмаған нәрсеңізді сторисде көрсетуіңізге болады. Сондықтан сіз мысалға оны қалай істейсіз?
лентаға бір тюрбанды салдыңыз да, жаздыңыз сондай деп ерекшеліктерін жаздыңыз, и тұрасыз дағыны осы тюрбанның қалай жасалынғанын көргіңіз келсе, осы жасалу барысын көргіңіз келетін болса, бірден сторизге шығыңыз. Сторизде мен сіздерге осы жасалу жолын көрсеттім. Яғни бұл сіздің лентаңызды оқу арқылы сіздің сторизіңізге өтеді, және де сториз арқылы сіздің қалай жұмыс жасайтыныңызды, қандай жерде қалай жасайтыныңызды, мысалға оның сапасы қалай, тігілуі қалай деген сияқтыны көрсете аласыз. Сол арқылы оның бүкіл барлық жерін көрсетпесеңіз де, негізгі жерлерін көрсету арқылы сіз өзіңіздің клиентіңізге сенім пайда қыласыз. Және де тек қана тікелей эфир қарайтындар бар, тікелей эфирді білетін шығарсыздар, прямой эфир деп аталады. Соны көретін адамдар бар. Бұл тікелей эфирге шығып тұру қажет, бірақ күнделікті шығу керек деп айтпаймын. Айына бір 4-5 рет шығып отырсаңыздар, бұл жеткілікті. Бұл тікелей эфир арқылы сіз өзіңіздің ойыңызды, тауарыңызды толыққанды айта аласыз. Оқырманға одан ары жақындай аласыз. Бағанағы тюрбанды айтып жатқан сияқты, мысалы тікелей эфирге кіру арқылы сіз өзіңіз тікелей оқырмандарыңыздың ойында жүрген, мазалап жүрген сұрақтарына жауап бере аласыз, және де көрсете аласыз, тауарыңыздың бір қызық жерін көрсете аласыз деген сияқты. Тікелей эфирге шығу да өте маңызды болып табылады. Және айтып кететін, бағанағы аудиторияның егер сіз 30-60%-ын қамтып жатсаңыз, яғни бұл өте керемет. Бұл дегеніміз супер деген сөз. Яғни бағанағы 10 мың оқырманыңыздың 30%-ын, 30% бен 60%-ның арасында істесеңіз, бұл деген супер-мупер деген сөз. Сондықтан соған әрекет жасау керек. Енді Instagram парақшасы келейік. Көбіңіз может білетін шығарсыздар, может білмейтін шығарсыздар. Instagram парақшасында функциялар деймі, соларды айтып кетейін, чтоб бір аспаннан түскенде болмайғы. Арамызда үлкен кісілер де бар, білмейтін адамдар бар, не екенін білмейтіндер бар деген сияқты. Бұл ең бірінші, бұл Instagram парақшасы кіре салған кезінде бұл сіздің айнаңыз. Яғни оқырман сіздің осы парақшаңызға келеді, осы парақшаңыз арқылы сіз кім екеніңізді біледі, сіздің тауарларыңыз жайлы біледі, ақпарат алады деген сөз. Сондықтан бұл парақшадағы әр функцияға, әр нәрсеге біз кәдімгідей серьезно қарауымыз керек, және де бұған дұрыстап, серьезно қарап, серьезно жұмыс жасауымыз қажет. Енді бірінші мен мына жерде белгілеп қойған 1, 2, 3, 4 деп. Бұл арқылы сіздер білесіздер қайсы нәрсе екен. Міне мұнда бір ерекше келіншек. Бұл яғни логин. Логинге келетін болсақ, оқырманға ең бірінші көрінетін нәрсе бұл логин және аватарка. Сондықтан осы екеуі негізгі роль ойнайды. Яғни логиніңіз ұзақ болуы, немесе қысқа болуы, анық болуы, қызық болуы деген сияқтының барлығы роль ойнайды. Логиннің ұзақтығына келейік. Мен қазір мына жерде мысалдар келтіріп қойғам. Бірінші мысал, Бегайдар қызы таң шолпан. Мына жерде Б деп кетіп қапты, ренжімеңіздер. Бегайдар қызы таң шолпан дегенді қараңыздар, одан кейін астындағы таң нижний шолпан дегенді қараңыздар. Қайсы бірінші жатталынады? Яғни логинді жазған кезінде адамға тез көру арқылы тез жатталынатын нәрсе болу керек. Сондықтан адам мысалға сізді бір рет бүйтіп өтіп бара жатып көріп қалды да, сіздің бір нәрсеңізге қызықты да, ары қарата может ұмытып кетуі мүмкін, немесе бір шұғыл шаруа шығып Инстаграмнан шығып кетеді дағыны, сіздің мысалға жазылып үлгермейді. И тұрады да сіздің бағанағы тюрбаныңызды алғысы келді да, бұл адам сізді іздейді. Сол кезінде адамға көру арқылы сіздің тез жатталынатын логин арқылы, логин болса, сол кезінде адам сізді тез табады. Және де тез жатталынасыз ол адамға. Мысалы, Бегайдар қызы таң шолпан деп барлығын жабыстырып жазып қалған кезінде, ол сізді ұмытып қалуы мүмкін. Поисқа таң шолпан деп іздейтін болса, көп деген таң шолпандар шығады, сосын ол іздейді таба алмайды да, сонымен сол күйі қалып қалады, басқа біреуге заказ беріп тастайды. Сондықтан міндетті түрде
сіздің логиніңіздің ұзақтығына және де оның ерекшелігіне қараңыз. Мысалға өзіңіздің атыңыз болсын, немесе қазіргі таңда мысалы менікі ерекше келіншек деген сияқты адамды бүйтіп бір оққан кезінде бір ой, бұл қандай нәрсе екен деген сияқты бір ой туындыратын, бір интрига беретін нәрсе бар болу керек. Одан кейін ары қарата сандар. Яғни қазіргі таңда көп бір аккаунттарды көретін шығарсыздар. Мысалы ретінде мен айдың 25.09.1991 дегенді алдым. Яғни ол 25 қыркүйек күні туылған 91 жылғы адам осылай қойып қояды. Енді қараңыз, бұл адам, бұл сандар көп болғаннан кейін адам уже бірден сразу өзіңіздің санаңызда бір какой-то бір нәрсе пайда болады. Сразу бұл парақшаға уже кіргіңіз де келмейді да, мынандай ұзақ бір сонар нәрселер болғаннан кейін уже сіз былай шегінесіз артқа қарата. Сондықтан сан да өте көп болмау керек. Ары кетсе 4 сан, немесе лаж болса сан қолданбай қойыңыз да жақсы болады. Қолданып бара жатсаңыз 4 санға дейін ғана қолданыңыз. Яғни төмен жақта көріп тұрсыз, айдың нижний 1991. И санды жабыстырып қойғанда өте жақсы көрінбейді. Сондықтан санды өзіңіздің әріптеріңізге жабыстырмай бөлек жазғаныңыз дұрыс болады. Одан кейін нүкте, төменгі сызық, жай сызық деген сияқты нәрселер бар. Бұларды да өте көп қатты қолданбағаныңыз жөн болады. Өйткені бұны көп қолданған сайын сізді оқырман іздеп табуы өте қиын болады. Мысал ретінде алайық, мысалы мен ерекше нижний келін точка шек дедім. Келіншек дегенде осылай жазық деге. Бұл арқылы сізді оқырман іздеген кезінде сіздің точкаңызды ұмытып кетсе тоже таба алмай қалады. Немесе ерекше деген кейін екі тал нижний қойып қоятын болсаңыз, жазған кезінде ол бір тал ғана нижнийді қою мүмкіндігін тағы таппай қалуы мүмкін. Сондықтан оқырманға жайлы болу үшін қысқа әрі нұсқа болу керек. Ары қарата екіншісі рецепттер және ана мен бала деген тұр. Бұл дегеніміз нейминг деп аталады, яғни ниша. Бағыт деп те айтады. Бұл іздеу жүйесіне көмек береді. Мысал ретінде айтатын болсақ, менде рецепттер және ана мен бала деп жазылып тұр. Бұл менің бағытым, яғни осы парақшаны алып жүрген бағытым. Адам бірінші рет кіре салған кезінде бұны оқиды да, значит бұның посты не жайлы? Яғни бұның постында рецепттер бар және де ана мен балаға байланысты ақпараттар бар деген сияқты ой туындайды біріншіден. Екіншіден іздеуге көмек береді. Яғни бір адам тұрады дағаны рецепттер бар, бір фудблогерді іздеді, сөйтеді дағаны поиск тұрғы, төмен жақта екінші тұрған лупаның суретімене, соған тұрады дағаны рецепттер деп жазады. Рецепттер деп жазу арқылы ол адамға мен көрінемін. Менің логинімде мысалға рецепттер деген жазылып тұрған жоқ қой. Яғни менің бағанағы неймингімде рецепттер деген сөз болғандықтан мен оған шығамын. Мысал ретінде алайық. НЛ мен айналысатын адамдар бар, солар мысалға осы жерге НЛ деп жазып қояды. Не үшін? Бір күн өтіп тұрады да НЛ-дің продукциясын қажет етеді бір адам, сөйтеді да НЛ деп жазған кезінде, вот осы жерде НЛ деп жазылып тұрған адамдар ғана сол жерде поисктта шығатын болады. Және де одежда для детей деп мен көп іздеймін. Мысалы балаларыма киім алу үшін одежда для детей Алматы деймін. Сол кезінде именно осы жердегі неймингте жазылып тұрғандар шығады бірінші очередь. Немесе бағанағы логинінде жазылып тұрса одежда туралы, және де посттың астындағы хэштегтерінде сондай сөз бар болатын болса, сол кезінде шығады. Яғни бұл сіздің іздеуіңізге көмегін береді және де сіздің бағытыңызды анықтайтын нәрсе. Сондықтан бұл жерге де жазған кезінде дұрыстап ой бөліп, дұрыстап көңіл бөліп жазуларыңыз қажет. Одан кейінгі үшіншісі шапка. Шапка дегеніміз мысалы міне Зиядан Гүлдария, денсаулық сақтау магистрі, Сабыржан Айрин ресми серіктесі деген сияқтылар тұрған жердің бәрі бұл шапкаңыз болып табылады. Бұл жерге сіз өзі белгілі сөздерге берілген сан бар, яғни шектеу бар. Сол шектеуге сыйдырып, өзіңіздің негізгі оқырман кірген кезінде сізге не үшін жазылу керек, соны анықтап айтып беруіңіз керек. Одан кейінгісі, төртіншісі, бұл біздің ссылка, яғни әртүрлі, қалай дейді, сіздің көмек беретін тетіктеріңіз, яғни
бұл жерде в основном көбінесе адамда WhatsAppқа тезірек шығуға арналған ссылка тұрады. Бұл сіздің оқырманыңызға пайда әкелу үшін қойылған нәрсе болып табылады. Бағанағы айтып кеткенімдей, шапка бұл адам кіре салған кезінде негізі 3 секундтың ішінде миы бойынша қабылдап қояды екен. Бұл адамға мен тіркелейін ба, тіркелмеймін ба деген. Сол тіркелейін ба, тіркелмеймін ба дегенді сізге тіркелу үшін осы шапкаңыз жақсы жазылу керек. Яғни ол сізге не үшін жазылу керек? Көп адамдар былай жазып қояды. 3 балапанның анасы дейді да, күйеуінің логинін қояды да, осының жары, немесе сүйікті ана, сүйікті жар, аяулы ана деген сияқты нәрселер жазып қояды. Енді өзіңіз кіріңіз. Сіз сондай бір нәрсе келсе, оны сіз мүлдем танымайсыз, туысыңыз емес, кластасыңыз емес, группаласыңыз емес. Ол адамға жазыласыз ба? Не үшін жазыласыз ол адамға? Ол біреудің сүйікті жары болған үшін, немесе 3 тал баласы бары болған үшін жазылмайсыз ғой. Яғни ол сізге пайда беру керек, пайдалы болмаса қазіргі таңда ештеңе болмайды. Сондықтан бұл сізге пайда беретін парақша екеніңізді осы шапкада сіз білдіруіңіз қажет. Яғни ол кісі не үшін сізге жазылу қажет, осы жерде сіз жазуыңыз керек. Мысалға қараңыз, мына жерде мен ана мен бала деп тұрмын, рецепттер деп тұрмын. Ол кірді да, значит, мына ерекше келіншек рецепттермен бөліседі екен, және де ана мен балаға байланысты ақпарат береді екен дейді да, төмен қарата түседі. Есімі бұның Гүлдария екен ғой деген сияқты. Одан кейін денсаулық сақтау магистрі деп тұр. Яғни бұл денсаулық сақтауға қатысы бар адам, магистратурасын оқыған адам екен. Яғни бұның мен постын оқысам, мен дұрыс нәрсе оқимын, дұрыс ақпарат аламын деген сияқты. Денсаулыққа байланысты нәрсені мен дұрыс нәрсені аламын, өйткені бұның соған байланысты білімі бар деген сияқты. Одан кейін ары қарата Сабыржан Айрин ресми серіктесі деген сияқты. Мысалы, керек адамдар, осының маған осы отандық компанияның киімі қажет болып жүрген еді, ну-ка көрейінші деген сияқты. Ары қарата декреттегі дамушы келіншек деу арқылы мысалға маған көбінесе кімдер жазылады? Декретте отырған адамдар, немесе аналар деген сияқты. Яғни мен парақшам кімдерге керек? Декреттегі адамдарға керек, және де олар менің өміріме уже қызыға бастайды. Бұл декретте отыру арқылы не істеп жатыр екен? Значит, бұл дамып жатыр. Дамып жатқан адам екен. Ну-ка мен көрейін бұны деген сияқты ой болады. Және де мен соңында менімен бірге болыңыздар деген сияқты шақыру қойдым. Сондықтан бұл жерде сіздер өздеріңіз сырттай өзіңіздің парақшаңызға қарау арқылы білдіріңіздер, қандай сізге не үшін жазылу керек екенін білдіріңіздер. Енді профильдің шапкасы. Бағанағы айтып кеткенде бұл не істеу керек, білдіру керек деген сияқтылардың барлығын 3 сұраққа жауап беру керек. Яғни сіз кімсіз? Бағана мен мына жерде айтып кеттім, сіз кімсіз? Мен Гүлдариямын, денсаулық сақтау магистрімін, осындай нәрсенің ресми осындаймын деген сияқты. Осы сұраққа жауап беру керек. Және де немен айналысасыз? Мен мысалға бағанағы Сабыржан Айринмен айналысамын, және де рецепттермен бөлісемін деген сияқты. Ана мен балаға байланысты ақпарат беремін деген сияқты. Бағанағы оқырманға не пайдаңыз тиеді деген, осы. Мен күнделікті аналарға рецепттерімді бөлісіп отырамын, сол арқылы менің оқып отқан аналар күнделікті бастарын қатырмайды, не жасау керектігін мысалға, және де өзінің баласына қатысты бір ақпарат алып отырады, немесе мамаға өздеріне қатысты бір ақпарат алу мүмкін. Яғни менің оқырманға осындай пайдам тиіп отыр. Яғни осы сұраққа жауап беру арқылы сіз профильдің шапкасын құра аласыз. Ары қарата бағанағы байланыс тетігінің барлығы қосылу болу керек. Бағанағы бизнес профиль болу керек. Оны жеке видеомен көрсетемін сіздерге. Яғни сіздің статистикаңызды көру үшін, өзіңіз осы инстаграмды басқарып отыру үшін личный аккаунт емес, бизнес аккаунтқа өтуіңіз керек. Оны міндетті түрде, егер бір нәрсемен айналысқыңыз келсе, бизнес аккаунтқа өтіңіз. Осы арқылы сіз өзіңіздің инстаграмыңызды, оқырмандарыңызды қарап, соған анализ жасап отырасыз. Одан кейін клиентке тез жауап бере алатын болу керек. Ол қалай? Мысалға тікелей WhatsAppқа шығатын ссылка болу керек. Бағанағы интернет дүкеніңіз болатын болса, интернет дүкенге шығатын ссылкаңыз болу керек, және тағы басқа нәрселеріңіз болу керек. Неге? Өйткені қазіргі таңда сіздің бір тюрбаныңызға қызықты да, мен соны алғым келіп тұр. Менің өзім сондаймын. Мысалы ретінде мен өзімді айтайын. Мен тюрбан алғым келді. Мен парақшаларды қарайым да, бір тюрбанға қызықтым. Тұрамда мен соны заказ беру үшін не істеймін?
яғни мен дайректке шығам, немесе в основном WhatsApp-қа шығам. Дайректке шыққан кезінде көп адам мысалға біреу көрсе көріп қалды, немесе көрмей қалды, сондықтан тікелей WhatsApp-қа шығам. И WhatsApp-қа шыққан кезінде оған қалай шығамын? Ол если бағанағы тюрбаның астына постына мынандай нөмірге хабарласыңыз, немесе осы нөмірдегі WhatsApp-қа шығыңыз деп жазып қойса, мен оны бүйтіп запоминать етіп, мен оны қайттан ана контактыға кіріп, оны теріп, жазып, сақтап, тюрбан деп сақтап, мысалға, оны алғым келмейді. Яғни мен тікелей шапкасына барамын, ссылкасын басам да, прямой оның контактысын сақтамай-ақ уже несіне WhatsApp-ына шығам. Бұл маған ыңғайлы. Сондай болса ғана мен оған заказ беремін. Сондықтан клиент басқа жаққа кетіп қалмау үшін, сізді күтіп қалмау үшін барлық неге сай болуыңыз қажет. Ссылкаңыз болу керек, сол арқылы сізге тез шығу керек, және де тез жауап беруге сіз тырысуыңыз керек. И бағанағы айтып отқан тікелей байланысқа шығатын болу қажет. Бұл жайлы сіздерге видео сабақ беремін. Тікелей ссылка қоюдың екі түрі бар. Біреуінің ішіне тек қана WhatsApp-қа шығатын, біреуі мультисылка деп аталады. Менің парақшамнан көрсеңіздер болады. Ссылкалар көп деген неге шығатын ссылкалар бар. Мысалы интернет-магазинме, басқа парақшама деген сияқты. Одан кейін нишаға келек. Бағанағы ниша, бағыт деп атырмыз, іздеу тетігі деп атырмыз. Бұл не? Ең бірінші ниша деген бұл сізге бағытыңызды таңдау үшін, нишаңызды білу үшін ең бірінші осы нәрселерге сай болу керек. Біріншісі ләззат. Яғни бұл сізге ләззат сыйлау керек. Ол қалай? Мысалы, мен рецепттер деп айттым. Яғни бұл нәрсе маған не істейді? Бұл ләззат сыйлайды. Оқырмандарға мен рецептімді беру арқылы, күнделікті өзім рецепт түсіру арқылы, күнделікті мен осы нәрсені дайындау арқылы мен ләззат аламын. Содан удовольствие аламын мен. Каждый нәрсені жасаған сайын удовольствие аламын. Көрдіңіздер ме? Сол үшін сіздерге бұл бағытыңыз ләззат сыйлау керек. Және де шексіз ақпарат. Яғни бұл рецепттер беріп келе жатып мен бітіп қалмау керек. Яғни, мысалы, бағана мен бала деп жатырмыз, рецепттер деп жатырмыз. Бұл ақпаратым менің өте көп болу керек. Шексіз ақпарат болуым керек. Значит, бұл менің бір бағытым, бір жұмысыма байланысты бағыт болуы мүмкін, немесе өзімнің хоббиме байланысты бағыт болуы мүмкін. Мысалы, мен бағанағы өзімнің мамандығыма байланысты ана мен баланы алып отырмын, плюс хоббиім бұл рецепттер, яғни мен кулинарияға жақын болғаннан кейін рецепттерді алып отырмын деген сияқты. Оқырманға берерім өте көп деген сияқты. Және де пайдалы ақпарат болу керек. Ол сізге де пайда беру керек, және де оқырманға да пайдалы болу керек. Яғни сіз оқырманға пайдалы ақпарат беруіңіз қажет. Эмоция сыйлау қажет. Осы бағытыңыз сіздің оқырмандарыңызға эмоция сыйлау керек. Мысалы ретінде айтайық, рецепттерді бөлістік. Бағанағы рецепттерді бөліскен кезінде оқырманға қандай эмоция не қылды? Менің бір печеньемді көрді да рецептін. Той дейді да, анан жегісі кеп кетеді. Ол не істеді? Ол эмоция алды. Немесе белгілі бір нәрсені не қылды. Немесе мен бір декреттен қалай шыққаным жайлы бір постымды оқыды да, адам уже олдан эмоция алды. Ол өзін көрді содан. Немесе сол арқылы өзінің шешімін тапты деген сияқты. Ол оқырманға эмоция сыйлай беру керек, және де шешімін тауып беру керек. Мысалы, бағанағы айтып отқаным декретте отырған аналардың депрессиядан шығуы, яғни бұл ол адамға пайдасын тигізіп, оның депрессиядан шығуына септігін тигізіп, оның шешімін тауып беруі мүмкін, және де даму, әр қашанда даму үстінде болуыңыз керек. Осы бағытта сіз дамып отыруыңыз керек, және де бұл бағыт арқылы сіз табыс табуыңыз қажет. Ол табыс табу дегенді көп адамдар қалай түсінеді? Ақша табу керек деген сияқты ойда болады. Табыс табу деген сізге пайдасын әкелу деген бұл екі түрі бар. Яғни бұл ақша түрінде, және де бұл қалай айтсам болады? Сізге кері байланыс орнату арқылы, яғни мысалы сізге бұл берген ақпаратыңыз, бұл бағытыңыз сізге мысалға оқырмандар көп оқу арқылы сіздің кәдімгідей постоянно оқырманыңыз болу, сізге лайк басу, сізге комментария жазу, сізді жақсы көру деген сияқтының өзінде бұл сізге табыс. Яғни сіз бұдан ештеңе алмай отырған жоқсыз, сіз бұдан табыс, яғни сіз бұдан
лайк алып отырсыз, сіз оқырманның сүйіспеншілігін алып отырсыз деген сияқты мағынада білдіреді. Одан кейін нишаны кейбіреулеріңізде бар болар, кейбіреуіңізде жоқ болуы мүмкін. Сол үшін нишаны таңдаймыз. Ниша қалай таңдаймыз? Нишаны таңдауыңыз да мүмкін. Егер бар болса, осы төртеуі тоғысқан нүкте арқылы сіз өзіңіздің нишаңыз қандай екенін және де біріктіріп көріңіз. Осы төрт нүктеге біріге ма, бірікпей ма, соны көріңіз. Қалай таңдаймыз? Ең бірінші осы төрт сұраққа жауап беру керек. Бұл сіздің сүйікті ісіңіз ба? Яғни бұны сіз істеген кезде сүйіп істейсіз ба? Кейбір адамдар бар, мысалға, қалай айтсам болады, белгілі бір нені таңдап алады. Бағанағы мамашалардың бір блог жүргізем дейді да, мамашалар жайлы. И сол блогты жүргізіп бастайды, но бірақ оның сүйіктісі емес. Жай ғана просто так осы мамашалар жайлы көп оқиды ау деген сияқты оймен бұл блогты жүргізу арқылы не істейді ол? Бір күні жалығады. Оның сүйіктісі болмағаннан кейін жалығады да тастап кетеді. Сондықтан міндетті түрде бұл сіздің сүйікті ісіңіз болу керек. Одан кейін жұртқа қажет дүние ма? Яғни сіздің бұл бастап жатқан нәрсеңіз жұртқа керек па? Мысалы, бағанағы тюрбанды алайық, тюрбан сатып жүрсіз. Бұл не? Жұртқа керек па? Иә, жұртқа керек. Өйткені қазіргі таңда өте жақсы, тюрбандар жақсы өтуде, және де адамдар не істейді? Осы тюрбанды алу арқылы ол шашын жайып алып жүрмейді, мысалға, шашының өсуіне пайдасын тигізеді, және де жинақы жүреді, келін болғанға сыпайылықты білдіреді, нәзіктікті білдіреді деген сияқты. Бұл жұртқа қажет нәрсе. Және де жұрт сатып алатын дүние ме? Бағанағы нәрсе, бағана айттым ғой, жұрт сатып алу деген мәселе бұл жерде сіздің бағанағы тюрбаныңызды міндетті түрде сатып алу керек деген сияқты емес. Ол жерде сіз бір товарды сатпауыңыз мүмкін. Может, сіз просто так мен сияқты, мысалы, рецептпен анаға мен балаға байланысты ақпарат беруіңіз мүмкін. Яғни бұны сатып алатын дүние ма деген осындай. Товарыңыз болатын болса, яғни оны сатып алатын нәрсе ма, немесе белгілі бір қызметіңіз болатын болса, сол қызметіңізді пайдалана ма? Бағанағы ақпараттарыңызды алып отыр ма сізден? Сол ақпарат арқылы өзіне пайда алып жатыр ма? Деген сияқты мағына. Сатып алу дегенде екі түрде түсініңіздер. Бұл жерде кейбір мысалға қызметтер бар. Менің қызметім мысалға марафон, мысалға, бұны алып жатырсыздар ма? Яғни алып жатырсыздар. Сол сұраққа жауап беру керек. Және де қолыңыздан жақсы келетін дүние ма? Бұл да бағанағы басындағы нәрсе, сүйіктісіңіз ба деген сияқты нәрсе. Қолыңыздан келетін нәрсе ма? Бұл тюрбан сіздің қолыңыздан келе ма? Тігу келе ма? Мысалға, бағанағы менің істеп жатқан инстаграмды үйрету марафоны қолымнан келетін нәрсе ма? Осы сұраққа жауап беру арқылы сіз өзіңіздің нишаңызды таңдайсыз, немесе бар болса осы арқылы сұрақтарға жауап беру арқылы нишаңызды біріктіріп көріңіз. Бұл сізге пайда алып келеді. Енді бүгінгі сабақ осы, қыздар. Бұл сабақтардың барлығы сіздерге керек, сондықтан жазып алыңыздар. Ұзақ екен, ойбай деген сияқты әңгіме болмасын. Өйткені бұның нәрсенің барлығы сіздерге керек. Мен сіздерге мүмкіндігінше мысалмен түсінікті болу үшін деген мағынада айтып түсіндіріп бердім. Сондықтан, қыздар, алдағы уақытта бұның тек қана бастамасы, жалпы осы инстаграм жайлы мен сіздерге айтып бердім. Келесі күндері уже сіздердің оқитын сабақтарыңыз қиындай бастайды. Сондықтан міндетті түрде бірге болып, белсенді болып, жақсылап оқып, үйреніп алыңыздар. Сіздерге кәдімгідей жақсы уақыт беремін оқып үйренулеріңізге. Іске сәт. Мен сіздерді көрмесем де, сіздерді жүрегіме жақсы қабылдадым, сіздерді жақсы көремін. Өйткені менің жағдайыма қарадыңыздар, менің барлық осы күндегі кешіктіргеніме кешірімді қарадыңыздар. Сол үшін сіздерге өте жақын болып тұрсыздар маған. Сіздерді танымасам да алдағы уақытта бұдан да керемет ақпараттар аласыздар, соған дайын болыңыздар. Бірден оқи салып түсінбей жатсаңыздар, ойбай деп шошымай, немесе ұнатпай, ойбай мен ары қарата бұны қалай түсінемін демей, тағы бір рет қарап шығыңыз.
ерінбеңіз, түнде болса да қараңыз, жазыңыз. Ары қарай түсінбей жатсаңыз, бағанағы чаттан сұрап көріп, маған сұрақ қою арқылы чатта осыны ары қарата білулеріңізге болады. Енді тапсырманы мен чатта беретін боламын. Не істеулеріңіз қажет тапсырманы беремін, және де ережені айтып кетемін, қайтып тапсыратындарыңызды. Іске сәт, барлықтарыңызды жақсы көремін.